көңілге күшті сияқты. Иә? Бүгін қыздың көзі қызылға түсіп тұр екен. Ойбай, бүгін қызылдар күні болып жатыр. Неге бәріңіз қызыл болып киініп алдыңыздар? Білмеймін сол. Ол ше случайно болып қала береді, негізі бар. Әлде екеуіңіз де. Соңғы время сөйтіп жүрдіңіздер. Ақылдас қандай сұрақ? Бүгін мынандай сұрақ. Болашақта балаларыңызға интернет желісін еркін қолдануға мүмкіндік бересіз бе? Деген сұрақ. Жаңағы Айгүлдің видеосын қайтадан түсіретін болдық. Сонымен балаларыңыз сіздің енді бар. Балаларыңызға телефон қолдануға мүмкіндік бересіз бе? Көп қолдануға, қарауға, интернетті қарауға. Негізінде бұрын сондай мүмкіндік беретінмін. Телефон тастап кететін үйге қалдырған кезінде. WhatsApp-тан жазып тұрады, балам звондап тұратын үлкені, бірақтан соңғы кездері мүлдем бермейтін болдым. Себебі телефонға қарай бүкіл фокустар телефонға кетіп қалды. Ойын ойнамайды, физически қимылдамайды. Сол үшін лучше мынандай живой ойыншықтар алып берген дұрыс деп шештім. Көбірек ше, телефон бергеннен гөрі, а то сол ойынның ішіне кіріп кетеді ол телефонға. Сол үшін сол бермеймін қазір телефон мүлдем. Кішкентай балаңызға да беремін. Оған да бермеймін. Кішкене бірақ. Нина, сіз қалайсыз? Көңіл-күйіңіз қалай? Сіздер қалайсыздар? Сіз мама болуға дайынсыз ба? Мама болуға дайын дейді. Енді ответственный нәрсе ғой. Тұрмысқа шыққан кезде де бір жыл, 2 жыл күте тұрып, сосын барлық нәрсені дайындалған соң бала болуға жақсы деп ойлаймын. Демек, өздеріңіз үшін өмір сүресіздер бастапқы жылдар, иә? Енді бала тәрбиелеу үшін дағы ментально өсу керек, жақсылап дайындалу керек қой, тәрбиелеу жақсылап беру үшін. Енді қазір бізде бәрі телефонмен өмір сүреміз ғой бәріміз. Сіз болашақта балаларыңызға телефон қарауға, еркін пайдалануға мүмкіндік бересіз бе? Қатты еркін емес. Аринаның кездесуі қалай өтті екен? Жақсы өтті. Ұнады ма кездесу? Ұнамады демеймін, екеуінің ортасында. Ұнады деп те айта алмайсыз, ұнамады деп те айта алмайсыз, иә? Керемет көңілімнен шықты, 100% деп айтамын. Көреміз оны. Енді эфирде, міндетті түрде эфирді көріңіздер. Әдеттегідей 14:30-дан бастап бүгін Заринаның таныстық туралы ойын пікірін білетін боламыз. Одан кейін кеше енді сіздер Садәулетпен бірге қайтты деп жатыр. Көрдіңіз ба жалпы эфирді? Иә, көрдім, түсінмей қалдым ғой. Қалай болып кетті деп. Вроде ондай емес етін, не былай шығып жатыр ол ақпарат деп. Кішкене көңілім біртүрлі болып қалды. Қыздарға да айтылып жатқан. Садәулетте өзіме мен қалды деп алып. Кәдімгідей мен тығырыққа тіреп қойып эфирде жоқ екенін білмейді. Студиямыз толығып жатыр, себебі старшыныз келіп қалды Айбекпен және оның болашақ баққысы Эдуарда. Ассалаумағалейкум, құрметті көрермендер, қалайсыздар? Қалдарыңыз қалай? Шынымен де Қостанай жобасына қатысқандық, өзіміздің жұмыстарымызды, тірліктерімізді бітіріп, енді мыналар қайта-қайта жетіп келді ғой демеңіздер, негізі біз осында үйленіп, тойымызды бітіріп, бірақ кетеміз. Либо вообще жоқ болып кетеміз деген сияқты ғой. Сондықтан Алла бұйырса ол күнге алыс емес, күтіңіздер, бізбен бірге болыңыздар. Үйлі болу, отбасы құру үшін үй жағын қамтамасыз етіп, алдымен Эдуарда бәрін бітіріп, үйге баратын жерін дайындап, сосын бірақ барайын деп тұрған ойы бар екен, достар. Неге өйтпеске, әйелімді жылы төсегенін жасатып, жылы үйге кіргізіп деген сияқты. Ас үйін әзірлеп алдын ала,